Қайырлы күн, құрметті біздің жастар алаңының тұрақты оқырмандары. Бүгін бізде әдеттегідей кезекті түсірілім. Бүгінгі біздің подкасттың қонағы Ерболат. Қош келдің. Енді біздің аудан орталығына ат басын тіреп, біздің шақыртуымызды қабыл алып, осы жерге қонақ болып келгеніне алдымен рахметімді айтамын. Бастай берейік. Дайынсың ғой? Бізде енді әдеттегідей біздің жаңағы осы подкастты көріп жүрген тұрақты оқырмандар болса, бізде бірінші және соңғы сұрағымыз қазір дәстүрлі сұрақ болып келе жатыр. Алғашқы сұрақ, сен кімсің және қайда қарап жатсың? Біріншіден бағдарламаға шақырғандарыңызға көп рахмет айтамын. Бұл сұрақты кез келген адам өзіне қою керек деп ойлаймын. Өйткені біз бұл өмірге не үшін келдік, не үшін жүрміз, қандай мақсатта жүрміз, не істеп жүрміз деп әрбір адам күніге өзіне сұрақ қою керек деп ойлаймын. Дұрыс, келісемін. Өйткені енді мен мысалы мамандығым бойынша дене тәрбиесі мұғаліммін. Бір жағынан бір үйдің тірегімін, бір жағынан бір ауылдың азаматымын, бір жағынан артынан ерген қанша шәкірттерім бар. Осы аталған барлық аумаққа сыйдырып келген уақытта мен ойлаймын енді. Мен біріншіден мына өзім енді ер жігіт туған жеріне дейді ғой. Мен біріншіден істеп жүрген ісім өзімнің ауылымның атын шығарсам. Сарғыз ауданында қаншама ауыл бар. Бәрі бір қолдан келгенше осы ауданның дамуына, елдің дамуына, облыстың дамуына үлес қосып жатыр да. Мен ойлаймын да, сонда біз ауылдың балдарын істеп жатырық. Жасымыз келеді, біздің де артымыздан әнелеріміз еріп келе жатыр. Оларға ақыл айтып отқан кезде ертең сіз не істедіңіз ауыл үшін? Сол кезде мен сәл болсын сол ауылдың тарихының бір бұрышында менің де атым қалған қалай. Осылай істеп кезінде мен сол үшін осы артынан еріп жатқан ауылда әнелерім бар, оқушыларым бар, бәрін әйтеуір осы қолдан келгенше осындай бір ауылымыздың бір атын шығарып кетейік деп жұмыс істеп жүрген адаммын. Қазір енді жаңағы сол ауылыңдағы мектепте жаңағы дене қызметінің мұғалімі дедің. Диплом алғаннан бері сол мектепте жұмыс істеп жатсың, иә? Диплом алғаннан бері бірінші Ақтөбе қаласында бастадым. Кейін Алға ауданында жұмыс жасадым. Шақыртумен осы Алға ауданында. Кейін ауылға келген жайымыз. Не себеп ауылға қайтып келдің? Мен о бастан ауылға қайтқым келген негізі. 2016-да диплом алған бойда мен орталықта болады ғой, жыл сайын распределение дейді, орысшасы, қазақшасын қабылдау дейді. Сондай жыл сайын келетінмін ерімге. Сол жақта жұмысым болып тұрса да, жыл сайын осы ауылда орын болып қалар деп келетінмін. Солай 4 жыл, 5 жыл бойы кейін қарай қайтып кетіп жүрдім. Осы 2019 жылы қабылданып ауылда жұмыс. Бірінші Қарасай, қасымызда Қарасай ауылы тәрбиеші жөніндегі орынбасар болып директор. Кейін осы ауылға қайтадан жұмыс тауып. Қазір осы қызмет жүргеніне неше жыл ауылда? Ауылда жұмыс жасап жатқан ғой, биыл 5 жыл. Осы қызметтегі ең үлкен жетістігің сен үшін? Мен үшін ең үлкен жетістік осы ауылымызда ең бірінші ат спорты ашылған деп ойлаймын. Мен үшін сол ең үлкен жетістік болды. Өйткені біраз жерге жүгірдім. Қазір бар, иә, бұл ат спорты клубы ма бар? Андай мектеп базасында, иә? Ол Ақтөбе қаласындағы осы ат спорты, ұлттық спорт несі бар, мектебі бар. Мен сол мектептің филиалы болып осы Ақтөбеден арғыздан ашқан. Осы үшін біраз жұмыс жасадым. Иә, ашылуының өзі бір үлкен әңгіме. Өйткені өзім оның біразын былай шет жағасын естідім. Сол жаңағы дамыту үшін әрі қарай сондай жастар бар болғаннан кейін соны әрі қарай дамыту үшін көрмесем де енді естігендерімді айтып тұрғанмын ғой, енді сол ашылды ма деген сияқты сұрақ қойдым. Иә, ол 2021 жылы сәуір айынан бастап ашылды. Мен түрде сол сәуір айынан бастап 2021-де сол ат спорт жаттықтырушы болып істеймін. Қазіргі уақытта өзімнің 2 клубым бар. Клубта оқушылар дайындаймын, мектеп оқушыларын. Оның алдыңғы 2021-ден бастап осы түлектер қосып, оларды мектеп бітіргендер қазір Ақтөбе қаласындағы
сол ұлттық спорт мектебінің команда құрамында олар тіпті қазір облыстың Қазақстан Республикасы аударыспақтан құрамасының негізгі мүшелері болып табылады. Оны өзің қызметтегі үлкен жетістігің деп санайсың. Иә, ең үлкен жетістік. Бұл қоғамдық жұмыс деп есептемейсің бе? Өйткені мысалға бұл дене шынықтыру пәнінің мұғалімі деген бүгін мектепте бар, барлық мектепте бар. Бірақ енді оның ішінде мысалы дене шынықтыру пәнінің мұғаліміне жаңағы ат спортын үйрету несіне кіреді деген сияқтыны мен естімедім. Оны мен бір қызмет деп есептемеймін да, мысалы бір өзіңнің сол ат спортына деген қызығушылық, болмаса бір білмеймін, былай қарағанда жаңағы хобби сияқты. Соны өзің сүйіктісің болған ең дамытып тұрсың. Бұл енді менің негіз бұл сүйіктісім болған жоқ ол баста. Менің негіз сүйіктісім футбол болды, кейін күрес болды. Сол ауылда футбол ашқым келді, күрес ашқым келді. Онымен бізде материалдық база болмағандықтан оған рұқсат берілген жоқ. Тіпті баста өзімнің сарайымда, кәдімгі жазда отыратын сарай болды, сол қыста бос тұратын уақытта сол сарайда күрестіріп жүрдім оқушыларды. Кейін ол жаңағы рұқсат етілмеген бұлай болмайды дегесін олардың бәрін жауып тастап, осы бір Әділгерей Әуелбай аудан әкімі болып тұрған кезде мен сол кісіге келейін. Ауылымызда бостан-бостан балдар ат шауып жүр. Ең болмаса осыны ары қарай дамытайық. Біз енді бір мүмкін чемпион шығарып көкпардың аударыспақтың. Сол кісінің бастамасымен осы Ақсаған болды. Қайрат Қалданбаев деген ағам осыны ашып. Ашқанның жемісі қазір Қазақстан Республикасында әлем чемпионында шықты біздің. Менің ең бірінші мақсатым мынау болатын. Біздің ауылдың 40 жылдық тарихы бар. Той ауылының. Бірақ осы 40 жылда ешқандай біздің ауылдан Қазақстан Республикасы чемпионатына қатысқан адам болмайды. Сол ауданнан да білен саған шығардың? Иә, жоқ ауданда бар, бүкіл ауылда бар. Мен білетінім ше. Тәуіпте де бар. Жалпы ол әр салада болады ғой енді? Иә, әр салада бар. Сол бүкіл салада ешқандай салада жоқ бізде. Футбол болсын, қарапайым, басқа шахмат болсын, теннис болсын, ешқандай спорт түрінде біздің ауылда шықпаған екен. Менің ең бірінші арманым сол болды. Мен дене шынықтыру пәнінің мұғалімі болғаннан кейін істеуім керек қой деп, осыған қалай жетсем болады деп. Сол жеткіздік. 21-ден бастап біз осы жұмыс басталған бойда оқушыларымыз чемпионатқа жолдамақ. Таң қалдым. Қалай бұның бәрі болып отыр. Оның бүкілі сырт көзге білінбеген оның артында үлкен еңбектер жатыр да. Жетістік. Иә, жетістік. Егер де бір кішкентай баланы, енді өзің ұстазсың ғой қазір, бүкіл өмір бойына сол баланың өмір бойына азық болатын бір жаңағы кеңес бере алатын болса, көп емес бір ғана кеңес сол баланың бойына өмір бойға азығы қандай кеңес бересің? Менің спортшыларыма айтатын, оқушыларыма айтатын бірақ ауыз ғана сөзім бар бұл. Бүкіл алдыға келген оқушылар айтам, чемпион болғарың келе ме? Сендерге тек қана табандылық керек деген болды. Бүкіл адамға айтам, әріптестеріме де айтам, чемпион шығару үшін табандылық керек, және сол табандылықты талап ететін адам керек болды. Жаттықтыру. Осы екінші. Чемпион шығару деген бұл жетістікке жету үшін. Енді өзімнің қолыңа, мысалға мен өзім енді осы жаңағы қазір ауылда ашылып жүрсің, осы мақсатқа жету үшін біраз жұмыс жасадың, иә? Біраз нәрсені мысалы сөйлестің, көрдің, кім қандай деген сияқты. Егер де бір күндік болсын, білмеймін, бір апталық болсын қолыңа бір зор мүмкіндік берілді. Мысалға айтайын, облыс әкімі болмаса білмеймін, сондай бір жасауға бір мүмкіндік берілді. Мүмкіндік туып тұр. Мен әлі сол арманым бар енді. Адамның арманы таусылғанда, армансыз адам не дейді қанаты құспен тең дейді ғой. Қазір енді бір арманым осы ауылымнан үлкен мектеп ашсам, ұлттық спорт түрлерін даярлайтын. Оның ішінде аударыспағы бар, көкпар бар, теңге ілу бар, жамбы ату бар, қазақ күресі бар, тоғызқұмалақ бар, асық ату бар. Осы ұлттық спорт дегеніміз біздің ұлттық кодымыз ғой. Осы ұлттық спорттың ішінде қаншама пайдаланатын сөздер бар, қаншама сол сөздер біздің тарихымызды алып келеді бері қарай. Сондай арманым бар, осы ауылда сондай орталық ашсам екен. Орталық ашсам сол арман үшін қазір. Сол мүмкіндікке жасайсың сол. Ол мүмкіндік бұйырса алдағы уақытта туады. Сол үшін біздер жұмыс жасап жатырмыз. Қазіргі күнге дейін 30-ға жеттің бе?
кейін иә бола жақсы. 30 жылғы осы өміріңді кітап қылып жазу керек болса, бұл кітапты қалай айтасың? Бұл кітаптың аты бірақ кітап жазатындай бар. Кітап жазатындай бар. Бірақ кітаптың аты белгісіз. Оның ішінде бүкіл трагедия да бар, комедия да бар, барлық жанр бар. Былай ауылымдағы жастармен етене араласатын, сол жастардың белсенді көшбасшысы ретінде өзімді осы алаңға шақырып отырмыз. Ауылдағы жастарға не жетіспейді? Бірлік, меніңше. Қырғыздың ауылдарына сол бірлік жетіспейді өзі. Әр ауылдың сөйтіп дамыту жалпы бірлік жетіспейді, бірлік керек. Сақтың барлығы. Иә, бірлік болса бірлік болады, ары қарай келеді. Бізді күнге дейінгі әттеген-ай деген сәттер. Деген дейтін ондай өкініш жоқ менде қазір. Қайта осындай жағдайға, осындай ауылдың балдары осындай жетістікке жетіп жатқанын жоқ қуанамын. Өйткені шүкір. Қырғыз десе қазір облыста тік тұрады. Бізде енді дәстүрлі соңғы сұрағымыз сізден бізге, яғни жастар орталығына ең керемет ұсыныс болмаса идея сіздермен бірге Ерболатпен болмаса Дақтың Тоғай жастармен бірге іске асырылатын жоба. Мүмкін идея, мүмкін шара. Қырғыз жастарын Инстаграм қазір көремін, қуанамын да. Мен енді оған идея айтуға да білмеймін, таппаймын. Сіздер қайта біраз адамға идея туғызып бересіздер. Көптеп біздің ауылдың бір спорт тарих туралы или осы ұлттық спорт тарих туралы бір жаңағы деректі фильм бар, сондай бірдеңе түсірейікші деп ше. Сол ұсыныс сіздерге айтатын шығармын. Андай әдемі. Неге ол мен енді жоқ, ешкім ондай естіген жоқ, құптаған жоқ. Қолдаған жоқ. Мен енді көрсеткім келеді да осылай. Неге қолдау болмайды тұрғанын? Білмеймін, бәрін айтып тұрмын сіздерге. Бүкіл айтамын да, мен жаңағыдай таныс тележүргізушілер бар, соларға айтамын. Сөйтіп істейік, біздің ауылдың бір спорты туралы бір қозғайықшы. Ең болмаса 2020-ден бастап ашылдық. Соның өзінде біздерде қаншама нелер болды, жаңалықтар болды, оқиғалар болды. Чемпиондар шықты, бірінші жаңағыдай кандидат мастер спорталар шықты, әлем чемпиондары шықты, бір соны халыққа жеткізейікші. Қалай ондай жетістікке жету үшін не істеу керек, соның бәрін. Идея жоқ жүрсің, міне осының. Мен соны сіздерге қазір енді әлеуметтік желінің дамыған несі ғой, қазір мысалы мына жерге шақырып, бірақ әлеуметтік желдің бәрін қарап отыр. Сол бір оны түсіріп көрсетуге болады. Спортта жетістікке жетіп жатқан жалғыз мен, негізі мен емес. Ол спортқа, бұны мені осындай жағдайға жеткізген артында қаншама адам бар, мен соларды көрсетемін. Өйткені маған мақтан керек емес, маған қайтадан ауылымның балдары көтерілген, ауылдың балдары көрінген артында бар менің. Әйтпесе мен жалғыз өзім мынадай жетістікке жетпесем, қолымнан келмейді. Мен өйткені атқа мініп, атта шауып көрген адам емеспін. Бірақ сондай жетістікке мен артында жеткізді балдар. Соларды көрсеткім келеді, соларды айтқым келеді, солардың да сөзін тыңдағым келеді. Керемет ұсыныс еді. Бұны енді жаңағы барып шара өткізбесек те бір ұсынысты қабылдайық деп отырмын ғой. Енді бізде уақыт аяп қалды. Рахмет көп. Құттыбайдың жастарының енді біз өзіміз әлеуметтік желіге саламыз, көрсетіп жүрміз. Бізді енді бақылайтын тұрақты оқырмандар болса, әлі де талай жетістікті, талай биіктерді бағындырады деген үміттеміз, және осы арман мақсаттарын орындалып, енді біз жаңағы кезінде осындай Ерболат айтып еді, қазір енді осы мақсатқа жетіп жатыр деген сияқты бір неде қарап отырайық деген үлкен сенім білдіргім келеді, тілек білдіргім келеді. Рахмет көп. Құттыбайда кездескенше. Сіздерге де рахмет. Тілектес болып жатқандарыңызға. Біздер Қазақстан чемпионы, әлем чемпионы шығады мақсаттан тұтсамаймыз. Келеміз,